цин әулетінің оқшаулану саясаты аппин соғыстары 19 ғасырдың басында манжурлар билігіндегі Қытайда орта ғасырлық феодалдық қатынастар үстемдік етті. Ауыл шаруашылығы, қолөнер өндірісі, әскер мен флот, жалпы қоғам өмірі ежелден келе жатқан конфуцийлік дәстүрлер деңгейінде қалды. Орасан зор жер аумағында табиғат байлықтарына, мемлекеттің даму дәрежесіне қарамастан Қытай артта қалған феодалдық ел болып қалды. Қытай халқы мемлекеттің басында отырған манжур үстемдігіне наразылық күрес жүргізумен болды. Үкіметке қарсы бағытталған құпия ұйымдар құрыла бастады. Солардың ішінде Ақ лотос, аспан ақыл парасаты деген сияқты құпия ұйымдар манжурларға қарсы күрес ұйымдастырды. 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басында Цин империясы әлсірей бастады. Елдің экономикалық жағдайы, тұрмысы нашарлады. Халықтың манжур үстемдігіне наразылығы өршіді. Цин империясының ішкі дағдарысының сыртқы әсерлері де қосылды. Қытайға ағылшындар отарлық әрекетін күшейте бастады. Цин империясының оқшаулану саясаты. Христиан дінін тарату мақсатында Қытайға европалық миссионерлер сонау Мин дәуірінен келе бастаған болатын. Цин үкіметі алғашқы кезде европалықтардың жақсы қарым-қатынас орнатты. Қытайға миссионерлер көбейіп, европалықтар үшін жағалаудағы порттар ашық болды. Бірақ 18 ғасырға қарай жағдай күрт өзгерді. Қытай европалық миссионерлердің қызметінен бас тартып, христиан шіркеулерін жауып, миссионерлерді елден қуа бастады. Миссионерлер христиан дінін тарату мақсатымен басқа елдер мен жерлерге жіберілетін діни уағыздаушылар болатын. 18 ғасырда Цин билігі қытайлықтардың басқа шетелдермен байланысын қатаң бақылауға алды. 1757 жылы император Цян Лун европалықтардың Қытайға келуіне тыйым салды. 18 ғасырдың екінші жартысынан бастап Қытайдың бүкіл сыртқы саудасы тек Гуанчжоу арқылы жүргізілетін болды. Сауда қатынастарының шетелдіктермен жасалатын басқа әдістерін заңмен шектеулер қойылды. Шетел саудагерлерінің Гуанчжоу маңында жаз бен көктем айларында ғана бірнеше ай Қытай жерінде болуға рұқсат етілді. Қытай үкіметі шетелдіктердің қытайлықтар туралы қандай да бір мәлімет жинауына бақылау орнатты. Жергілікті қытайлардың шетелдіктерге Қытай тілін үйретуіне қатаң тыйым салынды. Қытай тілінде кітаптар сыртқа әкетуге де тыйым салынған болатын. Сауданың дамуына сыртқа шығарылатын тауарларға салынатын салық мөлшерінің шектен тыс ұлғаюына да себеп болды. Қытайдан сыртқа шығарылатын тауарлар сырттан келетін тауарлардан бірнеше есе артты. Европада ауқатты адамдар арасында шай, жібек маталар, Қытай фарфоры өте жоғары сұранысқа ие болатын. Қытайдан сатып алынатын тауарларға европалықтар күміспен төлем жасайтын. Қытайдан сыртқа шығарылатын тауарлар үшін төленетін күмістің көлемінің ұлғаюы ағылшын үкіметін алаңдатты. Қытаймен жасалатын сауда үшін күмістің Қытай қазынасына қарай ағылуы Британия билігі үшін қаржылық қауіп төндіре бастады. Ағылшын үкіметі енді Қытай үкіметінен шетелдік сауда үшін барынша ашық болуын талап ете бастады. Ағылшын саудагерлері Қытай сауда нарығында үлкен сұранысқа ие болған шетелдік тауарларды іздестіре бастады. Қытайлық сұранысқа ие болатын тауар табыла қалған жағдайда, соның есебінен қытайлық шай, фарфор, жібек маталар үшін төленетін кеден салығын жауып отыруды көздеді. Егер 18 ғасырда Қытайдың оқшаулануы Цин әулетінің билігін күшейтіп, феодалдық абсолюттік тәртіпті сақтап қалуға мүмкіндік жасаса, енді 19 ғасырдың ортасына қарай Қытай экономикалық және әскери күш-қуаты жағынан батыс елдерінен әлдеқайда артта қалып қойды. Өнеркәсіптік қуаты өсіп отырған батыс елдер Қытайдың осы әлсіздігін пайдаланып, Қытай нарығына жол ашып, оны арзан тауар өткізу және арзан шикізат көзі ретінде пайдалану үшін белсенді әрекетке көшті.
Енді капиталистік Англия өз тауарларын өткізетін сыртқы нарық ретінде Қытайды ашуға кірісті. Қытай үкіметі сыртқы елдермен сауда жасауға елдің оңтүстігіндегі портты қала Гуанчжоудағы Гунхан сауда монополиясын ғана рұқсат берген болатын. Англия Қытайдың бүкіл аумағында өзінің еркін сауда жүргізуіне рұқсат ету талабын қойды. Гуанчжоу порты арқылы Қытайға қарақшылық жолмен апиын әкеліп сата бастады. Апиын саудасы Британ экономикасының табысты саласына айнала бастады. Қытайға әкеліп сататын апиын мөлшері шектен тыс мөлшерде дейін асты. Қытайдың алтын күміс байлығы апиынға айырбасталды, Англияға ағылды. Апиынның зардабын шаруашылық күйретуге ұшырап халық азғындауға айналды. 1839 жылы Цин билігі ағылшындардың апиынды заңсыз енгізуіне тыйым салу мақсатымен өкілін жіберді. Ол апиынды тәркілеп суға ағызды. Осыдан кейін ағылшын үкіметі Қытайдың бұл әрекетін заңсыз деп тауып, кеткен шығынды өтеуін талап етті. Сонымен қатар ағылшын кәсіпкерлеріне қосымша жеңілдіктер берілуін, олардың жұмысына қажетті кейбір аймақтарды беруді талап ететін болды. Бұған Қытай тарапынан жауап болмаған соң Ұлыбритания соғыс жариялады. Енді Англия Қытайға қарсы соғыс бастады. 1840-1842 жылдары болған бірінші апиын соғысында ағылшындар жеңіске жетті. Цин империясы тізе бүктірілді. Қытай жеңілгенін мойындап, еуропалықтардың әділетсіз Нанкин келісіміне қол қойды. Бұл келісім шарт бойынша Қытай ағылшындар үшін 5 портын ашық деп жариялауға, Гонконгты шектеусіз уақытқа иеленуге, орасан зор мөлшерде өтемақы төлеуге мәжбүр болды. Отаршылдардың қысымымен Гунхан сауда монополиясы жойылды. Ағылшындардың отаршылдық соғысына американдықтар да қосылып кетті. Нанкин келісімінен кейін Цин империясы жартылай отар елге айналып, шетелдіктерге тәуелділікке түсті. Осыдан кейін Англия мен Франция бірлесіп Қытайды отарлауды кеңейту үшін екінші апиын соғысын бастады. 1856-1860 жылдары болған екінші апиын соғысы кезінде Қытайдың ішкі жағдайы өте ауыр халде болды. 1850 жылды елдің оңтүстігінде Гуандун, Гуанси провинцияларында шаруалар көтерілісі болып өтті. Ал Цин империясының елдің дағдарыстан шығаруға дәрменсіздігі шаруалардың наразылығын тудырды. Ағылшын, француз, американ капиталистері Қытайды отарлаудың осындай қолайлы сәтін пайдаланып, тағы да апиын соғысын ашты. Цин үкіметі басқыншыларға қарымды қарсылық көрсете алмай жеңіліске ұшырады. 1858 жылы Тяньцзинға таяу жерде Дагу бекінісін ағылшын-француз әскері басып алған соң, Цин үкіметі отаршыл державалардың қойған талаптарын мойындап, келісімге келуге мәжбүр болды. Англия мен Франция Пекинде өздерінің елшілерін ұстауға және өз елдерінің азаматтары Қытайда емін-еркін жүріп тұруына, Янцзы өзені бойында сауда жасауға мүмкіндік алды. Апиын сатуға шек қойылмайтын болды. Саудаға салынатын салық мөлшері қысқартылды. Ал осыдан кейін американдықтар да Қытайға өз талабын қойып, олар да Тяньцзинда келісімге қол қойды. Американың сауда кемелері де Қытай портына келіп сауда жасауға рұқсат алды. 1858 жылы Ресей аса қолайлы сәтті пайдаланып, Қытаймен Айгүн келісімін жасады. 1689 жылы Нерчинск келісімінен кезінде Амур жағалауынан айырылған Ресей енді есесін қайтарып алуға мүмкіндігі болды. Айгүн келісімі бойынша Амур өзенінің сол жақ жағалауы Ресейдің меншігі деп танылды. Ресей басқа еуропалық елдер сияқты Қытаймен сауда жасау жөнінде келісімшартқа қол қойды. Пекинде тұрақты орыс өкілдігін басқа қалаларда елшілер ұстауға жол ашылды. Тяньцзин келісімі Қытайды шетелдіктерге тәуелді жартылай отар елге айналдырды. 1860 жылы Цин мемлекетінің атынан мемлекеттік әкім Гун Англия және Франция мен Пекин конвенциясына қол қойды. Конвенция бойынша Тяньцзин келісімін қосымша Қытай 16,7 миллион ляң төлемақы төлеп Тяньцзин портын ашуға келісті. Англия қытайлық яғни жалдамалы жұмысшы әкетуге рұқсат алды. 1860 жылы Ресей Қытайдан Уссури аймағын толық қайтарып алды.
апиын соғыстары еуропалық отаршылардың Қытайды күшпен ашуына бірнеше мыңжылдық тарихы бар алпауыт империяның күйреуіне әкеліп, отаршылдыққа тап болып жаңа кезеңге аяқ бастырды. Маньчжурлық цин әулеті өзінің гүлдену кезеңін аяқтап, құлдырауға ұшырай бастады. апиын соғыстарындағы жеңілістер, сәтсіз, әділетсіз келісімшарттар, шетел капиталына сауда, кеден және басқа да жеңілдіктерін әкеліп, Қытай экономикасын күйретуге ұшыратты. Халықтың жағдайы нашарлап, мемлекет ауыр дағдарыс күйін кешті. Достар, сабақ ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.